Сәлем қыздар. Қазір мен сіздерге керек заттарыңызды сөзбен жазып табуға көрсетемін. Ол үшін бірінші біз Яндекс переводчикке барамыз. Міне мысалы сумка дегенді тауып көрейік. 1688 Қытай тілін ғана оқиды, басқа тілдерді оқымайды. Сондықтан Яндекс переводчикпен қолданамыз міндетті түрде. Сосын астында қытайша сөзді копировать етіп алып, үстіндегі поисковикке саламыз. Осыны міне астынан копияны қойып іздейміз. Мінекей бізге сумка дегенде мынандайлар шықты. Бұл жерде фильтр пайдаланып, мына жерде фильтр, осы жерден өзімізге именно қандай сумка керек екенін фильтрге салып тауып алуға болады. Бұл жерде переводчикке салып оқуға, переводтап алуға болады. Бұл жерде размермен, түсімен, материалымен табуға болады. Мысалы сіздер көйлек іздесеңіздер де осы переводчикпен іздеуге болады. Бұл жерде де мысалы қызғы, қысқы, күзгі, жазғы, ұзындығы, материалы, түсімен іздеуге болады. Сосын қыздар, осы жерде міне аяқтың ізін көріп тұрсыздар ма? Бұл след деген сөз. Бұл жерде біз осыған дейін қандай зат іздедік, қарадық, сол жерде ізін бассақ, сол жерден көруге болады. Мысалы жаңа пакет, сумка дегенді қарадық, оған дейін міне осындай заттар қарадым. Осы жерде осыған дейін қаншама қараған заттарым бүкілі осы жерде жатыр. Осы жерден тауып алуға болады. Мына жерде күнімен жазылып тұр, күнімен жазылып тұр. Осы қашан, қай күні іздедік, сол жерден табып алуға болады. Сосын мына жерде звездочка тұр. Звездочка тұр. Міне бұл жерде избранныйлар. Избранныйлар, бұл жерде міне избранныйдағы салынғандар. Осы жерде міне звездочка басып, міне звездочкаларын басып, осы жерде міне избранныйға салуға болады. Немесе осыған құсас құлпан бассақ, осыған құсас тағы да басқа киімдер магазиндерден табуға болады. Осындай құсас міне.